Қайырлы күн. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласы әкімдігінің еңбек мобильділігі орталығының Мансап орталығы басшысы Орынбетова Бағила Сайлаубековна. Қош келдіңіз. Сұрақтарға келетін болсақ, сіздердің орталықтарыңызда қандай мемлекеттік қызметтер көрсетіледі? Біздің орталықта, Астана қаласы еңбек мобильділігі орталығында бізде бірнеше қатар мемлекеттік қызмет түрлері көрсетіледі. Ең бастысы ол әлеуметтік кодекске байланысты жұмыссыз азаматтарды жұмыс іздеуші ретінде тіркеу, және жұмыссыздар қатарына тіркеу, сонымен қатар жұмысынан айырылу жағдайы бойынша төленетін әлеуметтік көмекке тағайындау бойынша өтінім беру, және атаулы әлеуметтік көмек көрсету, тағайындау бойынша осындай қызметтер көрсетіледі. Айтып өткен мемлекеттік қызметтерді кімдер ала алады? Осы аталған енді қатарлап айтатын болсақ, ең бастысы жұмыс іздеуші ретінде тіркелетін, жұмыстар қатарына да тіркелетін азаматтар, олар ең бастысы бізде жұмыссыз азаматтар тіркеле алады. Қазақстан азаматтығы бар қандастар, осы азаматтар тіркеле алады. Сонымен қатар тіркелу үшін ол кісілерде тұрақты мекен жайы болу керек. Сонымен қатар 18 жасқа толған азамат болу керек, Қазақстанның азаматы болу керек. Бізде тіркелудің жаңда осы екі түрдің, жұмыс іздеуші және жұмыссыз ретінде тіркелудің үш түрі бар. Тіркелу жолы, атап айтсақ, ол ең бірінші жаңда бізде еңбек КЗ деген порталымыз бар. Сол портал арқылы тіркеле алады. Екінші түрі ол электронды портал арқылы тіркеле алады. Портал электронного правительства дейміз ғой, порталы арқылы, және де тұрғылықты мекен жайы бойынша сол Мансап орталығына өтініш білдіре алып тіркеле алады. Тіркелу бізде бірінші өтініш білдірген күннен бастап жұмыс іздеуші ретінде тіркеледі, және жұмыссыздар қатарына төртінші күні мәртебесін жұмыссыз ретінде алады. Осы аралықта жұмыс табылмаған жағдайда. Ал екінші жағындағы мемлекеттік қызметіміз жұмысынан айырылу жағдайына төленетін әлеуметтік төлем туралы айттық қой. Ол төлемді бізде жұмыссыз ретінде тіркелгеннен кейін өтінім бере алады. Ол жерге кімдер қатыса алады? Ол жерде жұмысынан қандай да бір себептермен айырылған жағдайда, бірақ сол жұмысында соңғы 2 жыл үздіксіз жұмыс істеген тұрақты түрде, және оған жұмыс беруші әлеуметтік төлем төлеген жағдайда, ол кісі сол әлеуметтік төлемді алуға құқылы, алуына болады. Бізден жұмыстар қатарына тіркелгеннен кейін сол төлемге өтінім бере алады. Ол өтінімде жанындағы еңбек КЗ порталы болмаса, жанындағы бізде екінші дәрежелі банк арқылы, телефон арқылы, болмаса еңбек порталы арқылы өтінім бере алады. Енді үшінші біздің мемлекеттік қызметіміз ол атаулы әлеуметтік көмек тағайындау деп айттық. Ол жерде бізде Қазақстанның азаматтары өтінім бере алады. Кедейшілік шегінен аспаған отбасылар бере алады. Енді көбінесе айтады ғой, көп балалы аналар ғана бере алады деп. Жоқ, бұл жерде тек қана кедейшілік шегінен отбасындағы түскен табысы кедейшілік шегінен аспаған жағдайда отбасы осы атаулы әлеуметтік көмекке тағайындауына, алуына
мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда бізде кедейшілік шегі 45.541 теңге. Және де атаулы әлеуметтік көмекті айтатын болсақ, бұл азаматтарға барлығына беріле бермейді. Бұл тек қана қиын өмірлік жағдайынан шығу үшін отбасын және сол отбасындағы жұмысқа жаңдағы жарамды адамдар болса, сол жұмысқа тарту есебінде сол қиындық жағдайынан шығу үшін тағайындалатын көмек болып есептелінеді. Бағила Салаубековна, мазмұнды сұхбатыңыз үшін үлкен рахмет. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге тек абырой тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруларыңызды сұраймыз. Департаменттің ресми парақшасы арқылы өтіп, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.